Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге жемшуктан осындай керемет шкатулканың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ал енді шкатулкамызды тоқып бастаймыз. Бізге қажет заттар бұл 8 мм осындай жемшук қажет болады. Әр түрінен тоқысаңыздар болады. Мен молочный түсінен тоқимын. Және де бізге 0,7 размердегі осындай леска қажет және арнайы қайшы. Және бізге міндетті түрде 4 бұрышты айна қажет болады. Осы 4 бұрышты айнамыздың сыртына қоршап шкатулкамызды тоқитын боламыз. Ал енді шкатулкамызды тоқып бастаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осыған тоқитын боламыз. Қараңыздар, біз тұрған 4 бұрышты айнамызды айналдырып қоршап тоқып шығатын боламыз. Ең бірінші. Ол үшін лескамыздың бір жағына 4 моншақ өткіземіз. Өткізіп болған соң, лескамыздың екі басын бірдей қылып ұстап, моншағымызды артқа қарай итереміз. Қараңыздар, біздің лескамызда осылай 4 моншақ тұру қажет. Енді бір жақтағы лескамызға крючок жасаймыз соңғы моншаққа. Және де екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінеке қараңыздар, бізде осындай крючок пайда болды. Енді осы крючокты жаңағы моншақтың ішіне қарай тартып кіргізіп жібереміз. Біздің крючогымыз моншақтың дәл ортасында тұру қажет. Сонда біздің моншағымыз шашылып кетпейді, өте қатты нығыз болып тоқылатын болады. Ал енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Мінеке өткіздік. Енді қараңыздар. Тұрған 2 моншақ тұрған лескамызға соңғы моншағымызға крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осында өткіземіз. Мінеке бізде уже 2 қатар тоқылды. Қараңыздар, енді дәл осылай жоғары қарай 14 қатар тоқып шығатын боламыз. Жоғары қарай дәл осылай. Енді сіздер өздеріңіздің айналарыңыздың размеріне қарай тоқысаңыздар болады. Менің айнамның размеріне 14 қатар келіп тұр. Сіздер өздеріңіздің айналарыңыздың размеріне қарай өлшеп тоқысаңыздар болады. Мінеке достар, 13 қатар тоқып болдық. 14-ші қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Сол үшін бұрылғанды сіздерге көрсетейін. Бұрылатын кезде бір жақ лескамызға 3 моншақты бірден өткіземіз. Және де соңғысына крючок жасап бекітеміз. Мінеке, сонда бізде 14 қатар болды. Мінеке, лескамыз осындай шет жағынан шығып тұру қажет. Енді айнамыздың бетіне осылай қойып, размерімізді өлшеп аламыз. Мінеке, дәл келіп тұр. Енді тағда дәл осылай екінші қатарды тоқитын боламыз. Мінеке, бұрылатын кезде 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді астыңғы моншақтан өткізе отырып, жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ салу арқылы тоқитын боламыз.
Мінекей достар, дәл осылай ары қарай тоқып шығатын боласыздар. Осылай соңына шейін жалғастырып, және де тағы да бір қатар тоқитын боласыздар. Сонымен бізде 3 қатар болу қажет. Міне достар, біз 3 қатарды да тоқып болдық. Қараңыздар, бізде мына жағы 3 қатар, мына жағы 14 қатар. Мінекей қарасаңыздар, бізде лескамыз бұл жолы жоғары жағынан шығып тұр, алдында шетінен шыққан болатын. Енді ары қарай тоқимыз. Лескамыз жоғары жақта тұру міндетті, шатасып кетпеңіздер. Енді айнамызды аламыздағы теріс қаратып аламыз, бізге ыңғайлы болу үшін, және де осыған енді шетіне кигізіп тоқитын боламыз. Мінекей. Осылайынан кигізіп аламыздағы. Қараңыздар, біздің лескамыз арғы шетінде тұр. Енді мына ортадағы моншақтан өткіземіз, және де мына бергі шетіндегі моншақтан өткіземіз. Және де енді осындай кез келген лескамызға бір моншақ өткізіп тоқимыз. Мінекей, енді айнамызды қоя тұрамыз, бұл бізге әзірге керек емес. Енді мына тұрған лескамызды мына тұрған моншақтан шығаруымыз қажет, 2 лескамызды да. Ол үшін лескамызды артқа қарай өткізіп, жаңағы моншаққа әкелуіміз керек. Мінекей, видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, сонда сіздерге барлығы да түсінікті болады. Осылайынан айналдырып, осы моншағымыздан өткізуіміз қажет 2 лескамызды да. Мінекей, өткіздік. Қараңыздар, енді ары қарай тоқимыз. Мына тұрған астыңғы лескамыздан 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, енді жоғары жақтағы лескамызды алып, жоғары жақтағы ортадағы моншақтан өткіземіз. Енді екінші жақтағы лескамызды 2 моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз. Енді мына лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Және де осы өткізген моншағымыздан 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей. Дәл осылай тағы да бір қатарын көрсетейін. Астыңғы моншағымыздан 3 моншақ өткіземіз, бекітеміз. Жоғары жақтағы моншағымыздан лескамызды өткіземіз. 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Астыңғы моншағымыздан өткіземіз. Және де осы өткізген моншағымыздан 2 моншақ өткізіп бекітеміз соңында. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Бос тоқылып қалмасын. Қараңыздар, енді айнамызды аламыздағы ары қарай тоқимыз осылайынан.
айналдырып тоқып шығатын боламыз. Егер лескаларыңыз таусылған жағдайда оны қалай жалғап бекіту керектігін білмесеңіздер, менің арнамда осыған арналған сабақ бар. Сол сабақты көру арқылы түсінетін боласыздар. Міне достар, біз айналдырып тоқып шықтық. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай түсінген адамға. Енді біз бұл айнамыздың мынау айна емес бетін полный осылай бетін жабатын боламыз тоқып. Ол үшін лескамызды аламыздағы мына бұрыштан бастаймыз. Мына бұрыштағы осы екі моншақтан өткіземіз лескамызды. Лескамыздың басын бірдей етіп теңестіреміз. Және де енді мынау жоғары жақтағы лескамыздан екі моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Енді астындағы моншақтан өткіземіз лескамызды. Мына жақтағы лескамызға екі моншақ өткіземіз. Крючок жасап тоқимыз. Енді дәл осылай айналдырып барлығын бетін түгелмен осылай тоқып шығатын боласыздар. Мінеке достар, барлығын тоқып шықтық, бетін түгелмен. Қараңыздар, шеті осылай көрінеді бір қатар болып. Енді қараңыздар, алды осылай көрінеді. Біздің айнамыз енді қозғалмайды және де шықпайды. Мінеке. Бұл біздің шкатулкамыздың үстіңгі бөлігі жабылатын. Енді біз астыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Шкатулкамыздың астыңғы бөлігін тоқу үшін де ең алдымен лескамызға 4 моншақты өткізіп бекітеміз. Үстіңгі бөлікке қарағанда шкатулкамыздың астыңғы бөлігі сәл қиындау келеді, бірақ видеоға мұқият қарап отырсаңыздар, барлығы да өте түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті тілмен жеткізуге тырысам. Осылайынан крючок жасап бекітеміз. Мінеке қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. 2 моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Мінекей тағы да дәл осылай қайталаймыз. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткізіп бекітеміз. Енді 2 лескамызға бір-бірден моншақ өткіземіз. Енді осы жерде мұқият қараңыздар. Кез келген лескамызды мына моншақтан өткіземіз дағы. Жоғары жақтағы мына тұрған моншағымыздан крючок жасап бекітеміз. Мінеке. Қараңыздар, бізде уже өзгеше болып тоқылып келе жатыр. Мінеке. Бізде бір қатар бітті. Енді дәл осылай тағы да бір қатар тоқитын боламыз. Ол үшін бір жақ лескамызға 3 моншақты бірден өткіземіз. Келесі қатарға көшу үшін осылай жасаймыз. Мінеке. Енді қараңыздар. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамыздан 2 моншақ өткізіп бекітеміз.
Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншағымыздан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, бекітеміз. Мінекей, енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз, және де жоғары қарап тұрған шетіндегі моншақтан өткіземіз. Және де енді осында 1 моншақ өткізіп, қатарымызды бекітеміз. Осымен біз 2 қатарды да тоқып шықтық. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жаңа қатарға көшкен кезде 3 моншақпен бастаймыз, және 2 моншақ, тағы 2 моншақ, және соңында бекітетін кезде 1 моншақпен бекітеміз. Ал сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Дәл осылай 14 қатар тоқып шығамыз. Достар, мен сіздерге бұрылатын жерді көрсетуді ұмытып кетіппін. Қараңыздар, 14 қатар тоқып болған соң, енді мен сіздерге екінші бұрылатын жерді көрсететін боламын. Бұрылатын жер ешқандай да қиын емес. Лескамызды шетінен шығарамыздағы бір жақ лескамызға 3 моншақты өткізіп, алдындағыдай етіп тоқи береміз. Айналдырып. Мінекей. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп, бекітеміз. Осылай айналдырып тоқи бересіздер. Мінекей. Дәл осылай айналдырып 4 бұрышты етіп тоқып шығасыздар. Бізде мына ені 10 қатар, ұзындығы 14 қатар болады сонда. Қараңыздар достар, мінекей 4 бұрыштысын тоқып алдық. Енді біз тағы да 1 қатар тоқып шығатын боламыз. Біз бірінші қатар тоқу өте оңай болды. Енді екінші қатарға көтерілген кезде сәл қиындау болады. Мінекей. Лескамызды бұрыштағы моншақтан өткіземіз. Екі басын теңестіріп, осында енді 3 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Мінекей. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Қиын болады деп отырған себебім, бізде лескамызды өткізген кезде моншақтардың арасына кіріп кетеді дағы, сол шығару сәл қиындау болады дағы. Сол үшін өздеріңізге ыңғайлы бір затпен лескаларыңызды шығарып отырыңыздар. Енді жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Астындағы, ортасындағы моншақтан өткіземіз. Енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Астыңғы лескамызды астындағы ортасында тұрған моншақтан өткіземіз. Енді жоғары жақтағы лескамызға 1 моншақ өткізіп бекітеміз.
мына тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді екінші жақтағы лескамызды мына тұрған жоғары қарап тұрған лескамызға өткіземіз. Біздің лескамыз осылай екі моншақтан шығып тұр. Енді астыңғы жақтағы лескамыздан екі моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей. Енді лескамызды жоғары жақтағы моншақтан өткіземіз. Екі моншақ өткіземіз лескамыздан. Енді астыңғы моншақтан өткіземіз. Тағы да астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді осында кез келген лескамызға бір моншақ өткіземіз. Мінекей. Міне достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Дәл осылай айналдырып тоқып шығатын боласыздар. Бізде екінші қатар тоқып жатырмыз, айналдырып. Енді осы екінші қатарда біткен соң тағы да үшінші қатарды тоқимыз. Мінекей достар, қараңыздар, біз айналдырып үш қатарды да тоқып шықтық. Қараңыздар, өте қатты, қабырғамыз өз формасын жақсы ұстап тұр. Мінекей, енді біз бұл астыңғы бөлігіміздің астыңғы жаңағы үстін тоқыдық қой, дәл солай астына да тоқитын боламыз. Мінекей. Оны дәл жаңағыдай етіп тоқимыз. Лескамызды аламыздағы мына бұрыштағы екі моншақтан өткіземіз. Жаңағы үстіңгі бөлікті тоқығандай етіп, астыңғы бөлікті де тура солай тоқып шығамыз. Мінекей, біз шкатулкамыздың астыңғы бөлігінде астын тоқып шықтық. Қараңыздар, өте керемет болып шығып келе жатыр. Енді біз бұл шкатулкамыздың астыңғы бөлігіндегі астындағы төрт жерінде тұратын төрт аяғын тоқитын боламыз. Бірақ сіздер бұл жалғасын келесі видеода көретін боласыздар, екінші бөлімде. Себебі бұл видео тым ұзақ болып кеткендіктен мен екіге бөліп салғанды жөн көрдім. Сіздермен мұнымен қоштаспаймын. Сіздерді келесі екінші бөлімде күтетін боламын.